Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп тұрған Батыр Сейкенов. Кешеден бері бүкіл Қазақстан шулап жатыр. Біздің патша президент Тоқаев Қытайға 1,5 мың бас ақбөкенді сыйлапты. Менен бүкіл достарым, таныстарым қоңырау соғып жазып сұрап жатыр: бәке, қалай ойлайсың? Сіздің пікіріңіз қандай деп, я? Мен сендерге айтып берейін, бұл жаңалық емес. Кезінде Назарбаевты 2 арқарды сыйлаған Жапонияға. Арабтар қазір біздің елімізде, жерімізде дуадаққа ресми түрінде ашылық жасайды. Енді ақбөкенді беріп жатыр. Қандай себеппен бүкіл біздің халыққа бұл ұнамайды? Біріншіден, себеп мынандай: бізге қазақтарға болмайды, ал енді шетелден келсе, жердің астындағы байлықты береді, жердің үстіндегі ұшып жүрген жануарды береді, қазаққа бермейді. Қандай себеппен? Қазақстан кім үшін? Қазақ үшін ба, әлде басқа ұлт үшін ба? Бірақ бізге береді, штраф береді, аямай, айыппұл салады, аямай. Ақбөкенді атсаң түрмеге отырғызады, миллиардтап мойнына штраф іледі. Өкінішке орай, бүгінгі жағдай осылай. Қазақтарға тек қана штраф, шетелден келген азаматтарға жайып береді ғой: мә, не істесең соны істе деп. Өкінішке орай, бүгінгі заман осындай. Мен білмеймін қай себеппен. Бұл деген біздің киелі жануар ғой. Соны айтып отырмын да, бір кезде ол киелі болады, бір кезде ол бізге керек емес. Осындай менің пікірім. Мен қарсымын. Біріншіден, елге, жерге, халыққа жағдай жасап берсін, сонда біз әрине ондайды қолдаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.